بسم الله الرحمن الرحيم أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Әліпби, Құран сабақтары. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті көрермендер, мінекей өздеріңізбен әліпби айдары. Бүгін біз өздеріңізбен ро және зә әрпін үйренеміз. Ро әрпі дәл қазақ тіліндегі р әрпіне өте ұқсас. Ро әрпінің атауы ро деп аталса, беретін дыбысы р. Ал екінші үйренетін зәй әрпі атауы зәй болатын болса, беретін дыбысы з. Бұл зәй әрпінің біздің алдыңғы сабағымызда үйренген зәл әрпінен айырмашылығы, зәй әрпін айтқан кезде тілдің еш қатысынсыз, тек қана езумен зәй деп айтылады. Естеріңізде сақтаңыздар. Егер де осы әріптердің дұрыс жазылуына келетін болсақ, ро әрпі бірінші дәптердің жолынан басталып, төмен қаратай созылып жазылады. Ал екінші зәй әрпі дәл ро әрпіне ұқсап, ол да дәптердің жолынан басталып, төмен қаратай ысытылып жазылады. Айырмашылығы үстіне нүктесі қойылады. Жекеше түрде ро әрпі. Ро әрпі сөз басында. Ро әрпі сөз ортасында. Ро әрпі сөз соңында. Зәй әрпі жекеше түрде. Зәй әрпі сөз басында. Зәй әрпі сөз ортасында. Зәй әрпі сөз соңында. Мінекей қымбатты көрермен, осымен біздің өздеріңізге арналған әліпби айдары аяқталды. Келесі сабағымызда жүздескенше Аллах тағала бізге күш-қуат беріп, іліміміздің үстіне ілім қоссын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.